Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге бірінші дайындағаннан мінсіз шығатын сметанный пирогының рецебін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, жұмыртқа, ұн, қосытқыш және қант қажет. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ыдысқа електен өткізіп, ұн мен қосытқышты саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Енді жұқа қылып туралған сары майды салып, қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырды салфанға салып қоюды ұмытпаңыздар. Енді форманы дайындаймыз. Менде осындай форма. Форманың ішіне пергамент қағазын төсейміз. Менде қамыр тоңазытқышта 30 минут тұрды. Енді оны алып, жарты бөлігін форманың астына қолымызбен жайып шығамыз. Қалған бөлігінен жандарын жасаймыз. Формаға жайған қамырымызды қасықпен үзулесе болады. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақтан жасалынатын салма. Ыдысымызға біз қаймақ, қант, жұмыртқаны саламыз. Венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Және де дәм беру үшін ванилин қосса болады. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10-20 секундтай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Дайын болған салмамызды қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Пирогты формадан толықтай суыған соң аламыз. Және де бөлме температурасында 2 сағаттай суытамыз. Достар, пирогымыз бірінші дайындағаннан керемет, дәмді болып пісті. Сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Айнұр. Келесі видеоларда кездескенше.